Ассалаумағалейкум, қадірменді футбол сүйер көрермен. Asi Insight YouTube арнасында кезекті подкаст. Бүгін ерекше шығарылым. Біздің қонақтарымыз Қайсар футбол клубының дәрігері Сәкен Дөнесов және Қайсар футбол клубының вице-капитаны, Думан капитан, одан кейін Абылайхан Төлегенов. Бәрекелді. Қош келдіңіз. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш, құрметті футбол жанкүйерлері. Оразаларың қабыл болсын. Сіздерге де қабыл болсын, оразаларың тұтып жатқан. Қалай, жалпы ораза қалай? Жақсы? Ораза бізге жақсы, енді футболшыларға қалай болып жатыр? Абылайханнан сұрайықшы. Нәтижеге бір кері әсерін тигізіп жатыр. Жоқ, ол нәтижеге бір кері әсерін тигізіп жатыр деп ойламаймын. Психологиялық тұрғыда өзің дайын болсаң, проблема жоқ негізі. Кеше оның үстіне уақыт берді ғой, Елімаймен ойында кәдімгідей төреші уақыт берді ауыз ашып алуға. Қайсармен осы Елімай ойыннан кейін бір журналистің Карповичке кәдімгідей тістеніп тұрып сұрақ қойып жатқан видеосын көрдім. Ашығын айтқанда ойын жоқ, бюджеттерің сойқан, бірақ ойындарың нөл. Қайсардың 100% ораза тұтатын балаларын ұтқандарына мәзсіңдер деп. Карпович. Ондай болды ма? Және легионері жоқ команданың. Легионері жоқ, 100% ораза ұстап жүрген жігіттерді ұтқандарына мәзсіңдер деп сұрақ қойды сол жерде. Өте жақсы. Карпович сол жерде енді шамал тұтығып қалды. Ақталып шықты ғой бірақ. Енді біз енді маусымның басы, енді сәл ойын барысы түзеледі, алдағы уақытта деген сияқты жауап қайтарды. Жалпы не айтасыздар сол журналистің сұрағының бір сөзінің жаны бар сияқты? Жоқ, ораза демекші, бұл сұраққа мен жауап берейін. Біз Құдай қаласа оразаны наурыздың 1-інде бастадық қой. Ойын кеше нешесі болды? 9-ы болды. Уже біріншіден балдар шамал қалыптасып қалды оразаға. Екіншіден біз түнімен мынандай капельница дейді бізде, енді составын несін секретін айтпай-ақ қояйын, бірақ түнімен капельница жасаймыз жігіттерге, чтобы ертең оразаны жақсы көтеріп жүрсін, әлсіреп қалмасын деп. Сол ондай мен жалып айтқанын көрген жоқпын балдардың ше. Өйткені күнделікті бізге тренировка болып отыр ғой. 2 тренировка болады кейде. Соны кәдімгідей шыдап алып жүр жігіттер. Сосын сол ойын барысында, мысалы 2-ші тайм бас жағында біз төрешіден сұрадық, рұқсат сұрадық. Осындай бізде ораза бар еді, ауыз ашуға. Олар айтты, жоқ, уақытын айтсаңыздар болды деп, 6-дан 14 минут кеткенде деп, балдардың бәрін шақырып, су, құрма, банан бәрін дайындап, дұғасын оқып жіберіп, сол жерде ауыз ашып, балдар ары қарай жүгіріп кетті. Әдемі көрініс болып жатыр. Жалпы енді Қайсар Елімаймен ойынға тоқталсақ, жаңағы осы Елімайдың қақпасының алдына кәдімгідей қамап тастады ғой. Бір угла бұрыштамадан бұрыштама бір 4 бұрыштама қатарынан берді ғой Қайсар. Сәл-пәл енді сәттілік жетіспеді. Бірінші таймдағы Айболдың соққысы кәдімгі мықты сейф жасаған. Айболдың соққысы бар, сосын Тиманың баспен ұрғаны бар, қақпадан Думанның соққысы бар. Енді не айтасыздар осы бойынша, ойын бойынша? Не жетіспеді, Абылайхан? Жетіспегенде қысқары нұсқа өзіңіз айтып өткендей бір-ақ нәрсе ғой бұл жерде, сәтсіздік қой. Ол ешқашан болмайды ғой, ондай қанша, тем более премьер-лигада деңгейі мықты командалар ғой, енді премьер-лигада аннан шамнан қашқандар жоқ қой. Салмайсың, мысалы бірінші таймда өзіңіз айтып отырсыз ғой, ударлар бәрі саламаған сәтсіздіктердің бәрі ол қайтуы бар ғой. Сен соқпасаң, саған соғады деген қағида ғой. Футболда. Ол обязательно. Гол жетіспеген сияқты бір. Сәтсіздік бір қысқаша қайратын болсақ. Егер бірінші таймда бір голмен басымдығымен алға шығып алсақ, жігіттер ұстап қалар ма еді? Ойын басқаша болар еді. Басқаша болар еді. Жоқ, мына жерде бір момент болды да. Біздің Айбардың жаңағы құраманың шабуылшысы ғой. Менің ойымша сол Айбарға қарсы мынандай агрессивті ойна деп айтқан сияқты болып көрінді да маған. Бірінші таймда уже травма алып келді Айбар. Айбарға қарсы санынан қатты удар алды да. И соны енді бірінші таймнан кейін жаңағы укол салдық, мұз қойдық, не қылдық. Сол санынан дұрыс жүгіре алмады ол. Агрессивно ойнады прям. Айбар ашыламады. Өйткені ол травма жарақат айтты ма айтпақшы. Анау аяғым андай қалса сосын дұрыс жүгіре алмадым. Анау қорғаушылар кәдімгідей әдейілеп соған қатты қарсы ойнады. Жалпы груб ойнады. Енді Елімайдың бұл ойында фаворит екенін енді
кез келген футболда түсінетін адам білетін түгін енді Қайсардан бір сенсация болады ау, осы Қайсар сенсация жасап қалады ау деген сияқты үміт болған жоқ емес, болды. Бірақ енді айтып отырсыздар ғой, премиальный жағы Елімайға осы Қайсармен ойында 3 есе болғаны рас па? Инсайт бар сондай. Енді футболшылар арасында естисіңдер ғой енді. Футболшылар білмеймін, енді балдар айтып жүрген сондай бір нәрсе деп. Тройной дей ма сондай деп айтып жүрген. Оларға жаңа кеше бірінші ойында Атыраудан ұтылғаннан кейін жеңіс өте керек болды. Біздің естуіміз бойынша енді ақшамен мотивация берді. 3 есе премиальный берді деп естідік біз. Қайсар жеңгенге, Қайсар жеңгенге. Күшті. Біз жеңгенге сөйтіп берді. Ақша жем ба сонда Елімайда? Жалпы Елімай ашылғалы бері былай жаңа қаржылық мәселесі болды деп естіген жоқпын мен. Қаржылық мәселесі мықты болып тұр ғой. Мен бір ой айтып кетейінші. Жалпы осы жақында осы Қайсар мен Елімай ойынның алдында бір күн бұрын ақпар айта алсам, сол атын айтпай қояйын енді. Сол Семейде туып өскен, қазіргі таңда қазаққа белгілі ақынмен сөйлестім да, ақын. Сол айтады, іші ашып айтып тұрды, біздің Семейде инфрақұрылым 0 дейді. Жол жоқ көшеде, көктем болса жарық өшеді, жылуды айтпаса да түсінікті. Жаңағыдай су тасқыны бар, одан кейін қар еріген кезде әлеуметтік мәселе шешілмей тұрып, біз футболға 3 миллиардтан көп ақша бөліп отырмыз. Бұл не деген бассыздық дейді да. Мен осы жерде шынымен де айтқым келеді да. Мен қарсылығым жоқ, футбол болсын, басқа болсын, бірақ енді басқа жағын да жөндеу керек та. Біз Қайсарға мысалға бөлсе жарасады, былайша менің өзім ойым. 3 миллиардтай ақша. Жолымыз тегіс шүкір. Біздің жолымыз ол Қызылордаға келіп айтып тұр ғой маған. Қызылорда менен Семейді салыстырсаң, Қызылорда Америка деп тұр оның қасында. Ол бір жағынан біз өзіміздің стадионда ойнаймыз. Анау Астана аренаның 1 сағаты миллион теңге аренда. Ол бізге предигровой тренировка, өздеріне тренировка уже 2 миллион мысалы. Ойынға шамамен сондай ақша, мен естуім бойынша. Сонда Астана аренада өзінің алаңдағы ойын өткізген үшін олар бір 5 миллионға шығындалып тұр. Шығындалып тұр. Әр ойын сайын сонда шығындалып. Сосын анау келген болельшиктерді де өздері алып келген, кіруі тегін болған. Бізде де енді жанкүйерлер отырды ғой. Қайсарды қолдаған жанкүйерлер даусын естіліп отырды, кейбір моменттерде басып кетті. Ең қызығы Елімайдың жанкүйерлері Қайсар домой дейді да, үйге дейді. Бірақ өздері далада жүр. Маған қазір жанкүйерлер мені жеп қоюы мүмкін, кімсің ол айтатын деп. Мен де жанкүйермін Қайсардың, сол себепті айтып отырмын. Моральдық тұрғыда я имею право айтуға. Жоқ, былай болды, оны да естіп отырдық біз енді. Скамейкада отырамыз, ойын біткеннен кейін жаңа Қайсар, домой, анау-мынау деп. Мен таңғаламын оларға, өздері жаңа орысша айтқанда бомж сияқты басқа қалада ойнап жатыр да. Қайсарға домой жаңа бірдеңе деп отыр. Реті бар ма, жоқ па? Енді ол енді сәл өздері де түсінбей қалды ау деймін. Семей деп ойлап қалдым Астана аренан. Жарайды енді Қайсар қоржынымызда 1 ұпай бар, жоқ емес. Жігіттердің көңіл күйі қалай жалпы командада үнжұрға түсіп кетіп, мынау Елімайдан ұтылдық деп аспан айналып жерге түсіп жатқан жоқ па? Жоқ, ондай бір сұмдық трагедия отқан жоқ командада. Жақсы, раздевалкаға кірдік та сол моментте бірден бас бапкеріміз кіріп өзінің ризашылығын білдірді енді. Команданың бастығы келді, өзіміздің спортивный директор бар, бәрі кіріп, бәрі көріп тұр ғой енді. Бұл ойынды ұмытамыз, бұл тарих, әрі қарай ойынға дайындаламыз. Балдарға жігерлендіріп, сөйтіп ешкім ұрысып, ондай ештеңе болған жоқ. Өйткені бұл чемпионаттың басы, біз ноябрьге дейін ойнаймыз, Құдайға шүкір. Сосын ана бір сөзін айтты ғой, есть над чем поработать деп бар. Өзінің айтатын сөзі бар ғой. Енді бұйырса енді 2 апталық үзіліс, қандай жоспар командада, соны айтып өтсеңіздер. Бізді қазір енді командада 2-3 күн демалыс берді, содан кейін жоспар бойынша бізде оқу-жаттығу жиыны бар. Ұлттық құрамаға Айбар кетті, сосын жастар U21-ге біздің Мырзағалиев Темірланды алды. Темірлан жастар құрамасына. Қалған ойыншылардың бәрі нақты Оқжетпеске дайындаламыз. Абылайхан енді өзің енді осы маусымда Қайсардың негізгі қорғаушысы ретінде алаңға шығып жүрсің. Енді көбінесе легионерлердің тасасында қалып қоятының, енді биыл қалай енді өзің дайындығың басқа да
жаңағы компоненттеріңді жетілдіру бойынша қандай жұмыстар жүргізіп жатсың жалпы? Білмеймін, маған соншалықты бір жаңалық болған жоқ. Андай легионерлердің кету кетпеуі деген сияқты. Өйткені қыста дайындық үстінде мен әрқашанда әр сборға барар алдында мен ойбай легионер ойнайды, мен заменге тұруға дайындалайын деген сияқты мақсат ешқашан қоймағанмын да. Осы уақытқа дейін қолдан келгенше негізгі құрамға ұмтылу, ал мені ойнатады, ойнатпайды, оны мен тренердің еншісіне қалдырамын. 10 минутқа шығайын, 3 минутқа шығайын, вообще шықпайын, бірақ мен қалындай да болсын жағдай, өзімнің жеке іштей өзіме қойған сондай талабым өзіме қандай да болсын пайдамды тигізіп кету деген сияқты. Сол үшін бір легионерлер болады, болмайды дегенге реакция болған жоқ. Прям не қылатындай ондай. Мен дәрігер ретінде айтып кетейін Абылай туралы. Біз енді дәрігер болғаннан кейін штабымыз өзіміз жаңағы майды құрамында майды өлшейміз, жирді. Сосын жүгірген сайын жаңағы пульсін санап сөйтіп отырамыз. Любой жас баладан артықпын нелері, параметрлері. Роналду сияқты ма? Бұл өзін жақсы ұстайды. Анамына қиқан жоқ. Мықты, күш жағынан да, не жағынан да. Рахмет. Сізде мақтайды. Қазір команданың ең ақсақалы осы жігіт айтпақшы. Мен болып қалдым ба уже? Былтыр Сақалбаев Руслан еді ғой. Руслан қазір тренер болды. Русланның айтып жүрген былай: лучше быть молодым тренером, чем старым футболистом дейді. Қазір ол ең жас тренерлердің бірі. Ана Елімайдың нападающий аты кім еді анау? Бойыз. Масқара ғой. Мулич. Осы Муличті Муличпен қалай екен? Сен көбінесе сонымен ойнадың ғой? Мен мынаны шешейін, анау тырнап бәле болды, анау қолда. Ана кімнің біздің Кеңесбектің аяғын басып кеткен. Бұлай қырынан. Мен қанын зорға тоқтаттым ғой. Қан деген атқылап жатыр кәдімгі. Өкшесін бұлай кесіп кеткен. Ана төрешіге айтып едім, анан буцин тексересің бе деп, ана табаны шын жер табанда трактор сияқты. Кәдімгідей қан қақса. Айтпақшы, орысшаға сөйлестің, осы бүгін түсте әлі тоқтап отқан жоқ дейді сол қан. Мен бүгін тағы байлап бердім, таңып байлап. Ана тобық жағын жыртып жіберген кәдімгі. Мен төрешіге айтамын, мен қарасайым, мынау гетройдан кәдімгідей қан деген бұлай. Демек ол жолтай берді ме? Мен ұмытып қалыппын. Жолтай берген жоқ. Сосын айтып тұрмын ғой, Елімайдың жігіттері, енді білмеймін, өздерінің тактикасы сондай шығар, анау груб ойнады ше. Анау бір момент болды, білмеймін, сіздер көрдіңіздер ма, көрмедіңіздер ма? Біздің Қалмұратов пен олардың Назымханов па, екеуі бір-бірін итерсіп, полядан құлап кетті. Жоқ, Назымханов ғой. Сөйтіп бірінші тұрып, Қалмұрат жүгіріп бартқан жеріне ол артынан келіп итеріп құлатып жіберді. Сондай ситуацияда бізге красный карточка берген қай ойында осы Бекаға, иә? Кеше сборда жүргенде. Итер жібербеді, анау құлап қалды да, красный берді. Кеше Назымхан кәдімгі грубы келіп, артынан итер жіберді, поляда бұлай құлады. Сол жерде кішкене төбелес болып кетті. Біздің балдарда ондай хитріс жоқ та, біз андай стиліміз сондай құлап жатып, біреуден көмек сұрап, стиль таза Қызылорда, жаңа бір судьяларды алдап, ондай көмек сұрамаймыз. Анау Елімайдың жігіттері айқайлап құлап жүгіріп бара жатқан судьяның артында құласа, айқайлап құласа, ысқырып тоқтатып, судья өзі көріп тұрған жоқ не болып жатқанын. Ана дауыс шыққанға ысқырады. Біздің жігіттер ондай емес. Сол жерде оларға мысалы қызыл қағаз беретін реті. Өйткені екеуі бірге құлады да, мынау тұрып бартқан жеріне итер жіберді. Егер біздің ойыншы жаңағыдай айлакерлік танытып, бетін ұстап құлаған кезде қызық болар еді. Енді бізге жеткен Сәкен мырза ақпарат бойынша сол ойыннан кейін, сол ойынның барысында негізі болған дейді, қақтығыс. Ойыннан кейін бір үлкен төбелес орын алды. Төбелес болғанда енді төбелеске дейін, жаға жыртысқа дейін бармаған, бірақ соған жете қабыл дүние орын алды. Ол айта кетіңізші, ол неден орын алды, неге болды ондай нәрсе? Жаңағының соңы Айбол нақтырақ айтады болсақ, Айбол Әбікеннің ол болып жатқан нәрсе болған шығар. Біз раздевалканың ішінде болдық, оның ештеңесін байқамадық, бірақ жаңа агрессивно сөйлесіп жүрген. Мүмкін болса болған шығар. Бізге ақпарат бойынша ол Қайсардың да Елімайдың да жанкүйерлері емес. Олар айтады, жалпы сол жерге барып көрген адамдар ғой, енді футболдан айналасында жүрген. Бұл жерде сол Елімайдың тарапынан кеткен қателік дейді. Айболды көтеріп жіберіп тұр, бұл жерде сонымен Айбол соңына дейін барды. Жаман боқтаған дейді.
Айболға. боқтаса біздің Айбол негізі Қызуған да? кім болса соған сазайын беретін адам мүмкін. Дұрыс қой, енді өзінің Басқасында болған жоқ, мен оны білмейді екенмін. Артық кетіп қалған негізі. Елімайдың бір ойыншысы артық кетіп қалған. енді профессиональный спортта ондай нәрсе болмау керек деп ойлаймын мен. Бәрі мәдениетте ол тек сол жаңа алаңның ішінде ғана болу керек та. Ол қызуқандылықпен ондай болады ғой. Сосын бізде негізі Қазақстанда футболшылар жалпы бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста ғой. Қай командада ойнамасын, бәрі бір-бірімен жақсы қатынаста. Сол жерде кішкене бір кикілжің болып қалады, бірақ артынан кезінде дедовщина болған дейтінді есептеп қой біз. Ол болған ғой, қазір де бар. Дедовщинаны кішігірім көрдік қой біз. Біз почти аяқ жағын көріп қалдым. Мысалы бір айтып кетейін. Біздің бір мықты футболшымыз болды, Ақсақал. Ойынның фамилиясын атын айтпай қой, ойынның үстінде жаңағыдай біздің бір ойыншы мысалы аяғын тартып қалды, мысалы жаңағы барбаға бармай қалды ма, раздевалкаға кіріп жаңағы көкеміз жақсылап тұрып сөйлеседі, екінші таймға кәдімгі соңғы ойыны сияқты жанын беріп ойнайды. Соғысқа кіргендей. Сондай жігіттердің бірі қазір біздің Абылай, мысалы. Айбол бар. Абылай екі аяқпен секіріп жүреді алаңда. Жігіттерге жолты алып кетемін. перерывте неде кәдімгі қан беріп, жан беретін жігіт осы Абылай. Бізге енді жанымызға сәл жақындау Тұран Ақтөбемен ойнады. Тұранның сапында Қайсар үшін бөтен емес легионерлеріміз бар. Горн, Милойко, Паевич, Совпель, Юденков. Қазір Тұранның белді ойыншылары. Юденков капитан. Милойко кеше гол соқты. Айтасыздар. Милойко гол соқты, оны көрдік. Біздің Кумыковтың жаңағы дайындап берген дайын тактикасы. Совпель алдыға шығады. Баспен ары қарай пас береді. Милойко салды. Құттықтаймыз. Тұран негізі айтқан сияқты. Сендер Кумыковтың тактикасымен ойнайдың, өздерің бесеуің қалғандары мен тактикамен ойнайды деп ше. Таза енді Кумыковтың стиліндегі гол болды. Енді бірақ Ақтөбе өз алаңында ойнады ғой. Ақтөбе негізі жалпы былай ойнайтын команда ғой, кәдімгідей. Леоновқа риза емес Ақтөбе жанкүйерлері. Жоқ, Ақтөбе кәдімгі алдында жақсы задача қойған командалардың бірі ғой. Ол Тұран, наоборот, жаңадан құрылған команда Тұран. 80-90% жартысы Атырау, жартысы Қайсар болып тұр ғой Тұран қазір. Сондықтан Ақтөбеде бұлай сыйғырыныс бар. Сосын ондай ауа райы, сіз Оқжетпес деп айтып отырсыз ғой. Оқжетпесте де өте ауыр ауа райы болған дейді, минусовый температура болған дейді. Оқжетпес жаңағыдай тез бейімделіп алып. Өзінің жері ғой бейімделіп. Қазір бірінші, екінші, 4-5-6 тур тіптен нақты мұнау лидер, мұнау аутсайдер деп айта алмайсың. Жаңағы бұрын Советский Союз өйтіп айтатын весенний футбол деп. Сондықтан қандай болмасын результатқа таңғалатын нәтижелер көп болады. Енді Сәке өзіңіз айтып қалдыңыз, осы футболдың құрылымында жүргеніңізге 23 жыл болыпты биыл. 23 жылда сіз енді кейбір клубқа бас бапкер болып баруға да болады. Сондай тәжірибе. Мауриньо солай бас бапкер болып кеткен ғой кезінде. Ол переводчик болған. Қайта Сәке дәрігер ғой. Футболшылардың аяқ қолын ұстап біледі дейсің ғой. Тамырын ұстап біледі, футболшы болатын болмайтын деген. Осы 23 жылдың ішінде енді қандай бір қызықты оқиғалар болды. Кезінде мынадай әңгіме естігенмін. Мұхтар Құл-Мұхаммед кәдімгідей раздевалкаға кіріп, Шымкенттің әкімімен телефон арқылы сөйлесіп, бұл ойынды спорға кірген Қайсар ұтады, или ол Ордабасы ұтса, ол осындай сол қаншалықты рас сол қанша жыл өтіп кетті ғой айта берсін. Асеке осы биыл Құдай қаласа 23 маусым, мен 23 сезон. Дүниеде ең оңай нәрсе футболды талқылау, футболды обсуждение. Ең оңай нәрсе сол. Ал ең қиын нәрсе сол футболда жұмыс істеп, мысалы, бапкер болып, дәрігер болып, сол жерде жұмыс істеу жүрген өте ауыр, өйткені ұтсаң жақсысың, ұтылсаң ең жексұрын адамдардың бірісің. Жаңағыдай Мұхтар Құл-Мұхаммедтің оны өйтіп сөйлеп атқан естіген жоқпын, бірақ ол жан тәнімен кәдімгідей беріліп, ойыннан қалмайды.
Сосын мен есімде бар нәрсе, біз ұттық мысалы алаңда жаңағы жанкүйерлермен бүйтіп жатсақ, анау жоғарыдан жүгіріп шығып, ақ көйлек жаңағыдай галстугі бар, шаң жаңағы тер футболистерді құшақтап былай кірлеп жатыр да жаңағы көйлегі. Оған қарамай, жігіттер жарайсыңдар, анау мынау раздевалкаға кіріп, кәдімгідей құттықтап. Сондай эмоциональный сондай кісі еді. Жаңа Әмір ағамыз бар, ол кезде ол кісі де қызмет істейді. Жігіттер қала сендердікі бүгін дұрыс істедіңдер деп ұтқан кезде. Сол кезде жаңа жігіттер айтатын, сол жаңа жеңіс, көп командалар жеңіп отыратын едік ол кезде. Сол кезде жаңағыдай. Бестікке кірді ғой сол Құлмұхаммед әкім бойынша. 4-ші орын алды. Сол кезде мысалы Құлмұхаммед айтатын, егерде 3-түкке кірсеңдер, ол кезде как раз жаңа енді ашылған кезі ғой біздің автосалонның. Сол машина береді де соны сұрайын деп отырған бе? Сол әңгіме мен бармын сол жерде. Егерде 3-түкке кірсеңдер, ана салоннан бір машина сендерге алып береміз деді. Иә, ол кезде Toyota болып, Toyota деп естідім. Toyota Сараковка деп естідім. Жоқ, Сараковка емес, Corolla или Карина екеуінің біреуі ол кезде. Бір Toyota алып берем деген сәл жетпей қалды, енді 4-ші орын алып қалды. И ол кісі де сезон бітпей кетіп қалды бір жағынан. Иә, сондай болды ғой. Баламыз ғой біз енді ол кезде жаңағы жанкүйер болып отырамыз. Қайсардың бүгін жеңіске жетсе $20,000 сыйақы деп диктор стадионда. Ол рас иә. Сол мысалы Қайсар жеңіліп жатқан кезде де раздевалкаға келіп, жігіттер мына ойынды алып шығу керек, мынадай премия деп айтқан кездер болды ма? Жоқ, енді үзілісте емес, ойынның басында кіреді, жігіттер сәттілік болсын, жақсы ойынға премия бар, отдельно өзінің командадан бөлек премия бар деп айтатын. Сосын ойын біткеннен кейін сөзінде тұрады, ертеңіне ма кәдімгідей премия беріледі әкімнің атынан. Алтын дәуір ма сол? Алтын дәуір еді, иә. Бірақ жетпей қалды, аяғдай дейін жетпей қалды. Иә, ол кісі үйім бітпей қалды дегенде айтасың. Ол кісі жаздың қай кезінде, ортасында ма, сезон ортасында кетіп қалды ғой. Иә, жаздың ортасында кетіп қалды. Көктемде вертолеттен құлады, одан кейін кетті ғой. Сол жағдай болды. Содан кейін кетті де, содан кейін құлдырау басталды ғой. Вертолеттен құламағанда біз 3-түкке кірер ме едік, мүмкін. Ол кездегі құрам деген сұмдық еді ғой Қайсардың. Қайсардың бір дәуірлеуіне, бір жоғары жетістікке жетуіне сүбелі үлес қосқан 3 футболшыны атап бере аласыз ба? Енді бұл жақсы сұрақ. Мен 23 жыл болды ғой жұмыс істеп жатқанда. 3 легионер дейсіз ба? Бізде мықты легионерлер болды. Енді ол біреуінің айтып, біреуінің айтып. Топ 5 десеңіз де болады енді. Топ 5-тікке мен мысалы біздің ең мықты ойнаған жылымыз 19 жыл кубокты ұттық. Сол кезде мысалы Барсигян, Тигран Барсигян. Біріншіге қоясыз. Иә, қазір ол Миланға гол салып жүр анау Словенның құрамында. Не деген, иә? Сосын жаңағы 2008-дегі мықты ойыншылардың бірі Лаша Чилидзе болған. Орталық қорғаушы өте мықты ойыншы болды. Сосын анау босниялық Градомир Црногорец ойнады одан кейін 2011-12-де. Штрафнойдан сала береді. Иә, өте мықты ойыншы. Кәдімгі жан-тәнімен беріліп. Ол кәдімгі қызылордалық сияқты ойнатын еді. Кеудесін қағып ше гол салған. Сосын бізде енді бомбардирлерді бүйтіп қараған кезде мысалы Пахалюк жақсы ойнады сол жылы. Сол Пахалюк кәдімгі жан-тәнімен беріліп ойнайтын. Сосын кейінірек мына соңғы жылы осы мықты легионерлер бізде кәдімгі қазақ болып кетті ғой. Сол Сикач, мысалы Милойко кешегі, Юденков, Паевичтер, соларды айтар едім мықты легионер деп. Енді легионерлер көп болды ғой. Жалпы мен өзім ойымша мысалы футболды қазақ, легионер, ауылдың қазағы ойнамайды. Футболды профессионал футболист ойнайды. Футболист. Біздің мысалы Кумуков қазір мысалы паспортқа қарамайды. Мына ойыншы жақсы ма? Параметріне қарайды. Бойы, салмағы, технический жаңағы несі бар, характеристикасы бәріне қарайды да алады. Паспортқа сосын қарайды ол. Сондықтан футболды бірінші кезекте нағыз деңгейі жоғары футболшы ойнайды. Бізде бірінші приоритет мысалы қазақ балдарға мынандай орын қояды, мына жерде мына ойнайды, мына жерде мына ойнайды, мына жерге жетіспейді ма, мына жерге легионер деп
сөйтіп орын толтырады. иә, орын толтырады. Өйткені нәтижеге жауап беретін бас бапкер ғой. Бас бапкер сол нәтижеге байланысты команда жасақтайды мысалы. Ол қазақ па, ол черногорец па, ол оған бәрібір сол команданы жасақтап, сол тактикаға келетін ойыншыларды алады. Мен өзім ойым солай. Енді Кумыковтың тактикасын Абылайханнан артық ешкім білмейтін шығар. Енді жалпы ол кісінің қалай жаттығу процесі, қорғаушыларға қатты көңіл бөле ме жаттығу кезінде? Жоқ, мықты стратег қой негізі. Әр командаға уже өзі зерттеп сөйтіп алады ғой, ол кісі уже 2 сағат 3 сағаттап көріп отырамын деп өзі де айтады. Сосын бізге соны барынша береді, оны теориялық тұрғыда, сосын алаңға шығарып, қозғалыста уже біз мысалы Елімаймен айтып жатыр ғой, бәрі жақсы ойнады, үйтті бүйтті деп. Егер шындыққа тура қарайтын болсақ, Елімайдың ойыншыларының деңгейі демей қояйыншы, енді бәріміз бір дейміз ғой, бірақ енді айлық жағынан да, условия жағынан да, ол жақтан келген жағынан да қарайтын болсақ, олар мықтырақ, былай қарап тұрсаңыз. Бірақ тактикаға неге келген кезде кәдімгідей білініп қалды, тренердің жұмыс істегені. Мен мысалы өз басым ойынға шыққан кезде уже ойында не істеу керек, қалай айлакерлік істеу керегін біліп шықтым. Ол не қалай біліп шықтым, оны маған құлағыма құйып, бас бапкер түсіндіріп, қалай ойнау керегін айтты. Мен просто сол кісінің айтқанынан барынша шықпауға тырысып жүрдім. Болды, қолым ойынды өздеріңіз көрдіңіздер, жақсы, бірақ сәл жетпей қалды да. Жоқ, ең бастысы біздің жігіттерде қозғалысы мықты. Движение бар, 90 минутқа шыдады, ораза тұтып жүріп. Енді Құдай қаласа ертең ораза бітсе, қалыпты жағдайға түссек, 29-сы ораза бітеді. күн жылған кезде, ысыған кезде біздің команда как раз өрлеу болады. Жылда сондай бір. Біз енді өз ыстықта қатты ойнайтын қызылдан бір қызылордалықтарымыз. Жалпы жаңағыдай Кумыков өзі Кумыков қандай талапшыл бапкер ма? Бұрын Агайды білетін түгім, әйтеуір футболшылардан не істейтін? Манишкіні дұрыс кимей қалсаң штраф салады. Иә, ондай жағдай бар. Мен басымнан неше түрлі жағдай өтті, неше түрлі тренерлер өтті. Мысалы, Агай мысалы кәдімгі тәртіпке жатып алған ғой. Бүйтіп алаңға мысалы жаттығуға шығамыз, бүйтіп айтып тұрады, қазір 5 минут өйтеміз, 10 минут бүйтеміз, айтып тұрады да, саған $50 штраф дейді. Анау не үшін дейді? Буцин лас дейді. И ары қарай жалғастыра береді былай. Сонда жаңағыны айтып тұрып, аналардың бәрін буцин қарап шықты. Сосын бір күн мынандай қызық жағдай болды. Кешке қарай тренировкадан келдік, жуынып шайынып, жаңағы базаның артында столовый бар. Сол жерден біздің бір ойыншы тамақ ішіп шығып, тісіне шығып келе жатыр еді. Алдынан Агаймен біз шықтық. Агай айтты, кім екенін айтпай ақ қояйын, пәленше ужин жеп алдың ба? Ужин дәмді ме? Ой, дәмді деп еді. Саған $50 штраф дейді. Не үшін деп еді? Сен жаңа тренировочный футболкамен сен тамақ ішуге бардың дейді. Киіміңді ауыстырған жоқсың дейді. Сондай штраф болды. Сосын бір күн аэропортта бүкіл команда келеміз. Агай былай айтатын, жігіттер, қырынып жүріңдер дейді. Бір күні маған былай штраф сала жаздады. Қырынбапсың деп. Енді қырынбай жүрсең штраф деді. Бізде, мысалы, любой қалада Қызылорданың бетперде істеп келеді. Мынау біз самолеттен түсіп жатқанда, мынау Қызылорданың жігіттері деп былай біз гордо жүруіміз керек. Енді сақалымен жүрген адам гордо жүрмей ма ол үшін деймін да? Футболшылар осылай тұрады. Мысалы, футболшылар қызыл футболка кию керек, біз тренерский кеште ақ футболка. Арасынан тұрып та бір футболшыны, Землянухин Антон деген бар еді, соны штраф салып жіберді. Анау деген шырпыр бар, не үшін сөйтсе, біздің жағасы бар, поло деген футболка киеміз, ол жағасы жоқ, былайша мынандай футболка киіп алды. Қызыл болды, иә? Ол да қызыл, сол үшін штраф алды. Сондықтан жаңағы Агайдың сондай жерлер болған. Темірдей тәртіп. Агай қатал ағай болып тұғады. Біздің қазіргі Виктор Балютовичте өте бір жағынан қатал, бір жағынан сол ойыншыларға келген кезде ондай прям Агай сияқты қатал емес. Мен ана футболистердің жан айқайын айтайын ба, Агай айтпай қояйын ба? Айтып жүрсің енді. Мен ол кісіде ойнаған жоқпын. Бірақ енді менің жеке ойым, қазір Валючичте ойнап отырмын ғой, ол кісінікі дұрыс деп бастаймын. Неге дұрыс? Ол алаңға шықсаң тәртіпті талап етеді, алаңда әркім өз жұмысымен айналысыңдар, мен айтқанымды істеңдер, бәрі жақсы болады деген сияқты. Ешкімге өзінің ойдағын істеп, рұқсат жоқ ондайға. В общем, білесіз ғой?
ұрсып болсын. Өз бетімен Иә, ондай. Даже кезінде мен естуім бойынша Сәкен аға ұрып та түсіндірген да, ол тәртіп дұрыс. Бірақ алаңның сыртында сен не істеп жатсың, завтрак ішіп жатсың ба, ішіп жатқан жоқсың ба, ол сенің жеке өзің пространствоң деген ұғым бар да ол кісіде. Бірақ сен главный на поляға шықтың ба? Болды, сен маған көрсет өзіңді, болды. Көрсетпедің ба, отыра бер деген сияқты. Вывод істейді болды. Айлық алып отырсың сен бұл Ол жұмыс. профессионалдық не деймін, көзқарас негізі. Ал анау ағайдікі менің ойымша. Завтракке бәріңіз жиналыңдар дейді. Мен мысалы ұйықтағым келеді 11-ге дейін. Мен түнекке ұйықтап дайындалғым келеді. Мысалы да. Ертерек завтрак жегім келеді. Мысалы 9-да болса мен 7-де жеп жатқым келеді қайтадан деген сияқты. Сондай нәрселермен шаршатып жібереді. Жеке пендешілігінің орнын толтыру ғой енді былай айтқан кезде. Енді білмеймін ғой. Үстемдік көрсету. Младеновшы. Жоқ, ағайды прям ондай деп айта алмаймын, бірақ тәртіп ода, темірдей тәртіп. Кешікпеу керек. Бір күн мынандай жағдай болды. Түркияда гостиницадан шықтық, автобус тұрады мысалы. Бәріміз мінеміз. Определен бір уақытта жүру керек. Ана жерде 4-5 бала жаңа кофе ішіп отырып, жүгіріп келе жатыр еді, ағай жүр деді ана шофер. Жүріп кетіп қалды. Алар қалып қойды Түркияда. Сөйтіп біз анау барам дегенше олар ана жерде такси жалдап келіп қойыпты. Сондай жағдайлар болды. Ал Виктор Валерьевич ондай емес. Автобусқа мінеді, бәрі түгел ма дейді. Пәленше жоқ десе күтіп тұрады. Жоқ, 5 минут қалғанша біз келіп дайын отырамыз ғой, ол жағын білеміз ғой бізде. Ананы көз алдында тастап кетті ме? Иә, ондай жағдайлар болды. Жоқ, оған келісеміз. Младеновтың қандай несі болды? Младеновтың, в общем, Қызылорданың футболына жаны ашымаған адам сияқты елестейді. Енді мысалы былай, Асеке былай ғой. Енді кәсіби тұрғыда ол мықты ойы бар, кәдімгі Европадан келген стратег мысалы. Ол да сол әр ойынға дайындалады, оған да берген тапсырма бар, соны орындағысы келеді. Тренер ретінде мықты, бірақ адамгершілік жағынан кейбір жаңа орысша айтқанда говнолары бар. Иә, ол бәріміздің басымыздан өтті. Соның мынандай сөйлеп, мынандай әңгіме айтып, мына жерде мынандай айтып, ана жерде андай, ондайлары бар ол кісінің. Бірақ футболшыларға келген кезде өте мейірімді мысалы. Біреудің бір жер түшкірсе болды, тоқта, тренировка жасама, демал мысалы. Профессионально. Иә. А Кумыковта ондай жоқ мысалы. Младеновтың күйеу баласы ойнаған рас па біз өз? Анау қашып кететін гостиницадан. Ол енді жаңағы футболшы кім еді? Александр Колев деген қазір бомбардир екен мысалы. Кипрде Неге қайсарға салмайды қолдың бәрінде? Кипрде ме бір жерде ол? Бомбардир болатындай бір қасиет жоқ еді ғой. Сборныйда составта деп. Просто әйелінің фамилиясы Младенова дейді да жаңағының. Сол Младен до конца мойындамай кетті. Может күйеу баласы шығар, білмеймін ғой. Айдан алды мынандай айлық беріп, бірақ енді гол салмай кетті ғой бейшара. Жоқ, ол кетіп қалатын реті былай ғой. Анау пандемия болды ғой, как раз. Бәріміз бір қалада ойнадық, Алматыда. Сонымен апта сайын жаңағыдай не тапсырамыз, анау қыламыз, мынау қыламыз, енді өршіп баратқасын. Иә. Ол соңғы ойын, бір 2 ойын қалған кезде қашып кетті ол. Ол футболшы емес, жалпы сол тренерский штаб бәрі кетіп қалды. Соңғы ойынның алдында кетіп қалды. Өйткені ол түнде кетіп қалды, біз білмейміз, ертеңіне тұрсақ, солар жоқ. Тренер жоқ. Бәрі кетіп қалды. 2 көмекшісі, 1 дәрігері, ойыншылар бәрі кетіп қалыпты. Оны енді басшыларға айтып кеткен ғой, бізге айтпаған. Оказывается, ол жерде былай болған екен. Кейіннен естідік қой, Болгария жабылып жатыр екен. Болгария мемлекеті жабылып жатыр екен. Вот бүгін қайтпаса, бұлар Болгарияға кіре алмай қала ма? Сондай бір жағдай болыпты да, сол кетіп қалыпты сөйтіп. Группаға жай жүрмей ма? Бүйтіп солай деп естідік. Сосын артынан бұрын жігіттер біз таң ата ұшамыз. Жоқ, ондай әңгіме болған жоқ. Ол басшыларға айтып кеткен шығар, бізге айтқан. Ағылшынша қоштаспай кетті дейсіз ағылшында. Өйткені біз ертеңіне завтракке барсақ, олар жоқ, обедте жоқ. Соны сұраймын ғой, басқа мыналар қайда? Сөйтсек, Шерембетов Қанат жаңа исполняющий обязанность болып қалыпты. Сөйтсем, солар кетіп қалыпты. Енді кейіннен естісек, сол Болгария жабылып жатыр екен, сол үшін ертерек кетіп қалды дейді. Сөйтіп, мен до конца күттім, өйткені Оқжетпесте, Тобылда болгарлар болған, тренер болған. Сол сояқтың жігіттерімен сөйлесуім, олар до конца ойнап, 1 апта біткеннен кейін қайтып, аман есен Болгарияға кіріпті. Жабылмапты Болгария. Сіз зерттедіңіз ғой үшін до конца. Көрейін деген ғой, сәкең дұрыс қой. Дұрыс қой, басқа командалардың болгарларымен сөйлесті ғой. Младенов көріп отырса, жалынды сәлем. Қызылордадан қашып. Ол қайда жүр ка Младенов?
сол Болгарияда не? ол енді қазір пенсияда шығар, енді жасы келіп қалды да. Оның көмекшісі қазір Тодор деген жақсы жігіт, былай. Ол қазір Ботев Вратца деген командада главный тренер. Сол кісі главный тренерда Младенов не емес па? Президенті деп естігенмін мен. Қоя Сондай. Не болса да енді аман жүрсін. Аман жүрсін. Сәлем айтамыз. Ізін қалдырып кетті ғой. Сіз енді дәрігер ретінде өзіңізге профессионал түрде бір сұрақ қойшы. Енді допинг дауы деген көбейіп кетті ғой қазір Қазақстанда. Футболшылардың осы бір допинг пайдаланып футболды қатты ойнап кететін бір дәрі бар ма? Не допинг деген? Допинг, иә. Даудан кейін адамның бірі қайсарда мысалы Иә, ол допинг дегеніміз негізі өзінің организмнің потенциалын қолдан химиялық дәрі-дәрмек арқылы сол потенциалын көтеріп, басқа спортшылардан өзін артық 20, 30, 40%-ға дейін өзінің потенциалын көтеріп, сөйтіп нәтижеге, физикалық тұрғыдан нәтижеге жетудің жолы ғой. Енді оны бүкіл әлемдік жаңағы допингке қарсы комитет бар. Біздің Қазақстанның жаңағы допингке қарсы орталығы бар. Солармен біз тығыз байланыстамыз. Жылда сезонның басында жігіттерге кәдімгі видеоконференция сондай ұйымдастырады. Сосын бұлар тест тапсырады допингтен. Қол қойып, келісім беріп, солай қылады. Ол бір. Екіншіден жаңа өзіңіз айтпақшы, Айбол мысалы намеренно бүйтіп допинг ішпеген. Ол өзіне организміне ол заттың қалай түскенін білмейді. Өйткені бізде әр ойыннан кейін демей қояйын, бір кейбір ойыннан кейін мысалы допинг офицер келеді, пәленшейіп, түгеншейіпті маған әкел деп айтады маған. Ана 18-ші нөмір, 19-ші нөмірді әкел дейді. Әкеледі, сол жерде жаңағыдай дәрет сындырып, сол жерде береді. Бірақ мен дәрігер қасында отырам. Ойынға дейін қандай дәрі ішті, қандай система салды, бәрін жазып беремін. Мынандай система. Өйткені бұл система, бұл дәрілер, мысалы, құрамында жаңағыдай қарсы көрсеткіші бар, жаңағы запрещенный не жоқ. Біз енді арнайлап мынаның несін көтеру үшін ондай допинг бермейміз біз. Өйткені ол үлкен жауапкершілік. Өйткені мысалы спортшыдан допинг тапса тек қана өзі жауап береді. Пәленше берсін, түгенше берсін, оған без разницы. Сол спортшы кетеді бірінші очередь. Білмей қалса да, білмей қалса да. Енді осы футболшыларға бір жасыл, қызыл, сары ма бір баклажка қойылған? Жоқ, ол бізде ол рұқсат етілген, ол сұйық витаминдер бар, арнайы спорт питание дейді. Біз бірнеше таблетка береміз, жаңағы витаминный напиток береміз. Сосын ойынның алдында әртүрлі жаңа система саламыз. Бірақ ойын күні салған система ол шығып тұрады. Ойын күні жасауға болмайды. Негізі допингтің заңы бойынша. Сондықтан біз сол ойынға бір күн қалғанда кештен бастап кәдімгідей дайындап, ертеңге дейін дайындап, спортшыны осылай дайындап қоямыз. Сосын специально жаңағындай препараттар бар, ішетін, оның не екенін айтпай қоямын, бірақ ол разрешенный, кәдімгі официальный. Сосын біз сборный, бізде жаңа чатымыз бар, сборныйдың дәрігеріне міне мынаны береміз деп өзіміз кәдімгі списокті береміз. Сосын пайдаланып отырған дәрі-дәрмек. Сосын кеше прям ойыннан кейін бізге хабар келеді. Саке, как дела? Біздің Айбардың жағдайы қалай? Мен нақты айтамын, мына жерде удар алып, мына жерінде ушиб алды деп. Сосын жастар құрамасына айтады. Мына ойыншы қалай дейді. Мынандай жақсы, жүрегі былай, жүрек қағысы, жаңа тамыр соғысы. Біз сол туралы кәдімгідей отчет беріп отырамыз. Справка бересіздер. Иә. Жалпы енді осы футболда мен көбінесе байқаймын, қайсар дәрігер іздеп жатыр, қайсар дәрігерге зәру, объявление, жарнамада бір қайсарға дәрігер қажет деген сондай бір жарнамалар көп естимін. Жалпы Қазақстанда спорт дәрігерлер тапшылығы бар ма? Бұл қалай? Иә, бұл үлкен проблема. Негізі жалпы спортивный медицина біздің Қазақстанда былай жоқтың қасы. Енді қолға алып жатыр да. Біздің спортивный медицина мен кәдімгі медицина айырмашылығы, например, біреудің құлағы ауырса, дәрігерге барады, оны лорға жібереді, аяғы ауырса, жаңа травматологке жібереді, көз ауырса, окулистке жібереді. Біз, мысалы, көз ауырса да мен емдеймін, қолымнан келмей жатса, мен өзім коллегаларыма хабарласам, аяғы ауырады, іші ауырады. Мысалы, кейде семьялық кикілжің болып қалады, сол кезде психологически көмек бересің, психолог болып, арасында қалжыңдап, настроениесін көтеріп қоясың, сондай жағдайлар болады. Біз
спорт медицинасы біз әмбебап болуымыз керек қой. Ол жерде жалғыз мен медикпін де бүйтіп отырмайсың, ана тепкен доптардың ізінен жүгіріп жүресің. Сосын иә, бір 20 жасар бала су әкелші дейді бүйтіп. Амал жоқ, жүгіріп су әкеліп бересің, су іше ғой деп. Біткеннен кейін Қолына су құйғандай қылып. Сізде ырымшыл дейді ғой, ұтылып жатса команданың, қарсы команданың қақпасынан тас лақтырады деген бар. Жоқ, ырымшыл болғанда бір мынандай жағдай болды ғой. Ертерек жылдары болды сол. сол 2008-2008-де есеп 0-0 или 1-1 ма, соңғы минуттар. Күн ыстық, сонымен как раз біреуге көмек көрсеттім де, ненің қасынан, воротының қасынан өтіп бара жаттым да, тастарды алдым да бүйтіп, гол кірсін деп, воротының ішіне лақтырып жіберіп едім. Ана қақпашы айтты, "Что делаешь?" дейді. "Колдую" дейді. "Не забьет" дейді. Артынша Байжанов бір 30 метр жерден ба, штрафнойдан дәл қадап жүрген, мен сол жерден өтіп бара жатқаным ғой. Бүкіл стадион көтеріліп сол жерде. Мен сөйтіп жатқанымды көріп қойған ба? Көрді ғой. Кейде сөйтетін бар енді. Бір күні бір ойын болып жатыр. 0-0 ма, Қайсар гол сала алмай жатыр, в общем. Сөйтіп жанкүйерлер айқайлайды. "Сәкен, тас лақтыр." Сәкен қайтыр. Бір рет бір ескерту берді ма, қақпашы қуды ма сізді бірдеңе Жоқ. болды, Мына кім Шахтермен ойын болып жатыр. В общем, тоже 0-0 болып жатыр да. Мен көмек көрсетіп келіп, ар жағына келдім де, ол кезде сәл байымыз, тас емес, уже майда тиын лақтыратын болдым. Ақша түсті қолына. Қара бақырды алып лақтырып жіберген, ар жақта ана команданың ойыншылары не қылып жатыр екен, разминка істеп жатыр екен. Мұрат тілешіп жүр әйтеуір арасын. Қай командаға ұмытып, Шахтер ма? Ты что делаешь деді. Мен жүгіріп қашып кеттім, ол жаңа ішіндегі сеткадан ішіндегі жаңа тиындарды алып жатыр бүйтіп. Может, содан кейін салынбай қалды, 0-0 бітті ғой деп. Сондай қызық жағдай болған. Сондай бір тәуіптігі бар да. Жақсы, күшті. Қызық дүниелер. Енді жеңіс үшін кез келген айла қолайлы ғой. Сосын мынандай жағдай болды. Бір ойын болып жатыр, кім екенін айтпай ақ қояйын. Біз енді скамейкада отырамыз, ана угловой жақта біздің ойыншы жатыр. Судья келді, қасына 2-3 адам жиналып шақырып жатыр. Сумкаңды алып жүгіресің ғой енді, анау уже көзіңмен көріп келе жатасың да, қай жер ауырған ба, ойланып кетасың ғой, не болды екен деп. Ана былай бүк түсіп жатыр. Не болды, жүгіріп келсем, мен білемін. мына саусағын ауыртып алыпты. Саусағын, қолын саусағын. Кім екенін айтпай қояйын. Қасына жүріп, не болды сен? Оңбаған, ұрғам ғой жаңа. Не енді саусағын сен не ағып жатсың жерде? Біз міне жақта деген уайымда Былай жатыр ғой енді, бүйтіп. Тұр, былай ұрғам ғой, тұр, не істеп жатсың? Боқтап, ана команданың жігіттері, док, молодец екенсің, анау мынау. Енді прям өйтуге де болмайды ғой, бір саусағын басып кетті ме, бірдеме алған ғой, саусағым ауырып тұр дейді да, бірақ жерде бүк түсіп жатыр. Мен өзім команданың жігіттерін ондай қаламаймын негізі. Бір жерің ауырды ма, шыдай. Кәдімгідей ұрып, боқтап, сүйреп алып шығып, судьядан рұқсат, давай кіре берсін. Сондай шамалы қатал болам. Шық деп кететін кездер болды ма? Былай отырса Сәкен ағасы Қайсарды елестете алмаймыз ғой уже. Өткенде Түркияда мынандай жағдай болды. Кім екенін айтпай ақ қояйын. Біз енді Түркияда бүйтіп, тамақты бүйтіп салып жүресің ғой енді бүйтіп. All inclusive дейді. Сөйтсе мынандай жерде баранина бірдеңе жазылып тұр. И жаңа ойыншы келіп менен сұрайды ғой. Сәкен, мына жерде не жоқ па? Сиырдың еті жоқ па? Сұрайсыз ба дейді. Түркше білесіз ғой дейді. Мен айтамын да, жаңа ойыншыға. Көпек еті бар ма десең, өзі айтады деп. Оған барып сұрайды ғой енді. Көпек еті бар ма? Жоқ, жібереді. Ана ойыншы, жоқ деп отыр, не күліп жатыр дейді. Мен айтамын, көпек деген ит қой негізі. Бар түрікке бар, иттің еті бар ма деген ғой. Сондай қызық болған. Сәкен түркішені жақсы біледі. Енді қанша 23 жылдан бері Түркияда жүрген адам ғой. Жоқ, шынымды айтсам бар ғой, былай түріктер өте мықты халық қой. Түрікке бар, амандасып, бір-екі ауыз түрікше сөйлесең, бітті, сен соның досысың, жақынысың кәдімгі. Қазақ, түрік, кәдімгі. Сен как раз сен барған жоқ па едің сол? Базарға барып, кәдімгі. $100 деп тұрған нәрсені $20 алып кетесің ғой кәдімгі. Аға көкелеп. Сәкенді, о, әби деп
бір құдасы келген. кәдімгі амандасып бір екі ауыз түрікше сөйлесең болды. Спортта біраз саудагерлерді алып кетуге болады дейсіз Сәкеңде, қол қосылса. Сәкеңнен де мықты қазір конкурент бар Қайсарда. Жаңадан конкурент пайда болды. Ай болма. Түріктегі бүкіл базардың бағасын түртіп тастайтын бір жігіт пайда болды. Келіп кетті ау. Қайрат Рабаев деген оператор. Енді бір соңғы сауалдар бір болсын Сәке. 23 жыл болды деп отырып қой сізді осы Қайсарда жүргеніңізге. Басқа мысалы топ клубтар бар ғой Қазақстандағы. Солардың тарапынан шақыртулар болған жоқ па? Енді бізге келесіз ба? Сіздей маман бізге керек, білікті мамансыз деген секілді. Или шақырту болса да сіз бас тартып жоқ мен Қайсармен. Сондай жағдай болды. Бірнеше рет шақырды. Қай клуб енді? Жоқ, қай клуб екенін айта алмаймын. Шынымды айта алмаймын. Жаңа айтпақшы, сен жаңа бір сұрағыңызды айтып кеттің, жаңа спортивный медицина бізде шынымен де дәрігер жетіспей жатыр. Егер медицина университетін бітіріп жатқан, бітіріп жұмыссыз отқан жігіттер болса, хабарласын. Бізге дәрігерлер керек, өйткені УЕФА-ның қазір біз УЕФА-дың мүшесіміз ғой, солардың требованиясы бойынша әр командада бір дәрігер, бір физиотерапевт, массажист сондай керек. Бізге сол дәрігерлер жетпей жатыр. Медициналық штаб болу керек. Медициналық штаб болу керек. Ертең Құдай қаласа мынау европалық стандартпен салынған жаңа стадионға барсақ, біздің арнайы осындай бөлім болады тіпті. Өйткені бізде команда көп, бас команда бар, 21 жастағы бар, сосын 3 QG лига, қыздар командасы ашылды, сосын жаңағы балалар орталығы бар, детский центр. Оларға да дәрігер керек, сондықтан футбол орталығы ашылады бізде, академия. Соған бізге дәрігерлер керек, Құдай қаласа финансирование бәрі жақсы болса, жылда-жылға жаңағы айлығы несі көтеріліп отырады. Жағдайымыз Құдайға шүкір жақсарып келе жатыр, алдыңғыдай емес. Қарыздарымыздан бәрінен құтылды. Қазір сезонға жақсы кірдік. Сондықтан жас дәрігерлер болса, жігіттер болса, жұмыссыз жүргендер болса, хабарлассын. Бәрекелді. Енді менде соңғы сұрақ, Сәкен, енді 2019 кубок ұтқан жыл. Сіз енді сол 23 жылдық өзіңіздің осы клубтағы неңізде ең айтулы жетістік сол ғой, енді кубоктың жеңісі ғой. Сол кездегі бір эмоция, сол кездегі қуаныш, Думанның 120-ші минутта соққан голы, Асқаттың қызыл қағазы, сол тренерский штабтың ішінде оттыңыз ғой, қандай болды, ауыры, соны бір сөзбен айтып жеткізе аласыз ба? Сол жердегі қызықтарың мүмкін. Ол сол кезде өте эмоция өте мықты болды, күшті болды кәдімгі. Сіздің де бір алаңға Астанаға келдік кәдімгідей. Bir күн бұрын біздің ол жерде басып кетті, мысалы біздің сол жерде шамал кикілжің болып біздің көзімізше көрініп тұрды атыраулықтармен. Біздің жанкүйерлер мықты, сосын анау басқаша ғой енді ол жерде ойын, соңғы ойын ол жерде. Сосын болмашы бір гол кіріп кетті. Болмашы гол кіріп кетті. Содан 70-ші минутта ма Асқат красный алып қалды. Сонымен бітті деп оттыңыз. Бітті деп отқандай болып отырдық қой енді. 1-0 ұтылып жатыр, еще удаление, бірақ маған артынан бас бапкер өзіме арнайы қолымды ұстап, құшақтап, біз физикалық жағымен өте мықты алып кеттік. Жаңа физикалық дайындыққа сенде үлесің бар, жарайсың деп өзіме лично мақтады. Сол жерінен қуанам, өйткені кәдімгідей дайындадық жігіттерді. Сосын шынымен де сол жерде комментатор кім болып еді? Біз енді артынан көрдік қой енді қайтадан. Бүгінгі ойын Думанның ойын десе, мен шынымен де сол финалды Думанның карьерасындағы ең мықты ойын. Ол енді сол жерде ана жерде разрезающий деді ғой, пас берді. Сосын команданы соңғы 120-ші минутқа тағы 2 минут қосып, 1 минут 40 секундта салды. Сол жерде уже пенальти болады деп отқанбыз. Сол кезде гол салған кезде ана жерде шынымен де айтып жеткізу қиын. Сондай эмоциялар көп болып тұрса екен деп ойлаймын да кәдімгідей. Бүкіл тұрған адам бәрі алаңға шығып кетті, білесіз бе? Зинковичтің бірақ сол сезонда бірақ гол салмай келіп сол моментте салғанын айтамын да. Ондай
тарих қой енді. өзінің сол бір жылдық жалақысын ақтады ғой сол golмен, иә. Иә. тарихи сәт. Зинковичтің енді сол кездегі голы енді сұмдық болды. Енді осы жылғы Қазақстан кубогында алғашқы қарсыласы енді ол сәуір айында Қызылжар. Қызылжар енді ойнап жүрген қарсылас қой енді. Кубокта бір не қойылды ма? Bir задача. Ол ойынға біз әлі келген жоқпыз қой. Ертең алдымызда Оқжетпес бар, одан кейін Ақтөбе бар. Бізде ол алдында анау ойын не болады екен ешкім айтпайды. Талас жүргізу жоспарда бар ма команда? Біз жалпы әр ойынға тыңғылықты дайындаламыз. Ол кубокта пока үшінші планда тұр ол. Қазір Оқжетпеспен дайындық. Оқжетпеспен дайындық. Одан кейін 5 күні Ақтөбеде ойнаймыз. Содан кейін бар 12 күні кубок. Сол кезде дайындаламыз кубокке. Иә. Бізде не ғой? Сол қарапайым жалпақ тілмен айтып, қолдан келгенше баса беру ғой. Болды, задача ондай. Мынау керек емес, мынау керек деген нәрсе жоқ. Өзінің тарихтан біраз сыр шертті. Иә. Бұйырсақ. Қазір жаңа анекдоттар бар. Менде плюс 18 ғой көп анекдот. Камера өшкесін айтып Құрметті көрермен, осы жерден біз бүгінгі шығарылымымызды аяқтаймыз. Аси Инсайт YouTube арнасына тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар. Қандай қонақ шақыруға керек болса, сол қонақтарыңыздың ат жөнін жазып өтіңіздер. Біз сол бағытта, Құдай қаласа, келесі подкастымызды түсіретін боламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.